Акшам шерифлерiniz хайырлы olsun aziz телесерджілер, сіз хаберлер информацион программасыны сейретесiniz. Студияда мен Алиме Кайбулаева çalışам ve біз сонки мәліматлар ақында тариф етеміз. Қырым Жұмхуриетінде яңы туристик бренді пейда oldu. Ақмежитте балалар Приград Нет премиясына наил oldular. Мамашай койының сәкенлері Совет девірінің қараманларының адларыны әбіделештірмеге істейлер. Миллет телеканалы яңы елға азырлықлар башлады. Бұ ведигер мәліматлар ақында біздің яйнымызда сейрете білесіңіз. Русия президенті Владимир Путин адетузре яңы ел арфесінде Акимет евінде назирлер кабинетінің азаларынен көршечек. Кремльде есе Русия иш адамларынен суббет кечіречек. Bu haqda Kreml'nin matbuat xizmeti qaydete. Korşuv devamında yılının neticeleri, memleketinin inkişaf etilivi boyunca ictimai-iqtisadi sualler ve diğer aktual mevzular müzakere edilecek. Bunun beraber devlet başı Akimiyet vekillerini gelecek yanı yılının hayırlayacak. Действительно, у нас еще продолжается некоторый спад, но по сравнению со спадом прошлого года это день и ночь. И есть все основания сказать, что в следующем году мы выйдем уже на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год. По некоторым направлениям, а именно в сфере макроэкономики, у нас заметные сдвиги в лучшую сторону. Вполне вероятно, и скорее всего так оно и будет, у нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет. Как мы помним, в 2011 году было 6,1%, в этом году будет меньше 6%, уже уверенно можно сказать, может быть 5,8%. Бүгін Қырым Жұмхуриеті Девлет Шурасының невбеттен тыш сессиясы девамында 2016 сенесінің бюджеті лейхасына эко оқувда деңішмелер кірсетілді. Қырым парламентінің башы Владимир Константинов қайдетті ки, қабыл етілген деңішмелер масраф векелерлі сермияларыны көзде тұта. Оңанлатты ки, қаршылықсыз паралар федераль бюджеттен 114 миллионға артачақ. Бұл малия есе ичтимai қору назирлігіне йоланылачақ. 75 миллионов 900 тысяч на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. 37 миллионов 100 тысяч на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 1 миллион рублей на выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, единовременного пособия их беременным женам, а также ежемесячного пособия на ребенка. Қырым Жұмхуриетінде яңы ел арфесінде яңы туристик бренді пейда oldu. Bu haqda matbuat konferensiya ketişatında belli oldu. Nasıl etip яңы logotip yaratıldı? Kim onun müellifi? Ve cemiyetini fıkırı hesapqa alındı mı? Bu haqda bizim muhbirimiz Султания Истакаева тариф етecek. Қырым Жұмхуриет туризм ве курорт назиры Сергей Стрельбицкий қайдетті ки бірінші қырылмасы уч басамақтан ибарет олды. Халқы ярышы тәртибат весиқа олмасыны талап етті. Бұл весиқа ярышны ғалип чыққан мутехасызларға брендні ішлеп чықармақ үшін темел олды. Уже в 16 году в начале 2016 сененің башында біз аңладық ки мутехасызлар іштирах еткен ярышны башламақ үшін да бір весиқа керек. Бұл весиқа Қырымның әрбір имканларны ачықлай. Әмді бұл весиқа бренд үшін платформа oldu. Я Крым. Точка притяжения. Тамам бойле Қырым Жұмхуриетінің яны бренді янгырай. Қырымда Русия дизайнерлер бірлігі тешкилятының рейсі логотип муэлифы Ольга Степанова білдірді ки бренд уч қысымдан ибареттір. Бренддің платформасы шirket услубы ве график қысымы. Әмде илеремек концепциясы. Бұл ішінің нәтижесі Қырымның бренд лайны oldu. Я Крым. Точка притяжения. Бұл 4 сөз ве бір ноқта Қырым ақында аңлата. Бренд лайн 2 севиеден ибареттір. Қырым ось адындан ось ақында айта. Ольга Степанованың сөзлеріне көре точка притяжения деген шары Қырым мехнатислеріні яғни магнитлеріні қыдыруыдыр. Бұл программа тек Қырымны дегілді, атты ең күчік объектлеріні брендирование адлы системасындан кечірежек. Султания Истакаева, Умер Мустафаев, Миллет үшін.
Ахмеджитте балалар Преград нет премиясына наил олдылар. Мукафатларына 26 лауреат алды. Имканлары сыңырлы олған балалар сақлықларына бақмадан bu yarışta iştirak etmege korkmadılar. Cemaat tanıvının seçip alınған Преград нет премиясы 3. kere ötkерілі. Bu tedbir sakat ballarına sanat, sport ve intellektual sahasında erişken işlerinde kol tutmak için geçirildi. Yarışta er yıl Kırım'nın 25 regionundan ballar iştirak eteler. Kırımbaşı Sergey Aksyonov ana babalarga, hocalarga ve sport idmancılarına ballarga yardım etkenleri için teşekkürler bildirdi. Конечно, это заслуга, огромная заслуга, в первую очередь, ваших родителей и близких, спортивных преподавателей, руководителей творческих коллективов, директоров школ, детских садов. Огромная работа для того, чтобы поставить вас на ноги, ребят, дать вам возможность поддержать вас, действительно вот создать новые условия для вашего развития, для вашего становления. На самом деле, я хочу обратиться ко всем, и к ребятам, и к взрослым, у которых трудности со здоровьем. Не отчаивайтесь, не опускайте никогда руки. Верьте в себя, верьте в свои силы, верьте своим близким. У вас все в жизни получится. У каждого человека есть огромные скрытые возможности, огромный скрытый потенциал. Я со своей стороны и мои коллеги будут поддерживать регулярно проведение подобных мероприятий, которые будут вас стимулировать. Мамашай койның сәкелері қачы yolunda тікленілген диварда Совет девірінің екі дефа қараманы Аметхан Султан, Совет девірінің қараманы Абдраим Решидов ve Kırım Tatar Мамашайлы аскерлерінің адларını bu divarda ebedilleştirmege isteyler. Yerli сәкелер ile muhbirimiz Sabriye Halilaeva sübet etti. Екінші Джанженкі башланғанда Ақяр шиыры Қара деңіздің ең бұйық лиманы сайылмақта еді. Бұндан да ғайыры мұнда мемлекетіміздің Эссаз деңіз арби базасы ерліші еді. Оның ярдымынен немсе фашистлер Ақярдан бошатылды. Бұл күреш 1941 сенесі октябрь 30 күні башланды. Ве 250 күн девам етті. Эдайы қартана 81 яшына бақмадан Дженк елларының вақиялары оның көз өгінде бүгінге жетура. О 6 яшында олғанда ачылық не олғаны білді ве ұрушларының сесіні ішітті. Эдайы қартана мұшкүл алда тұрған ось ана-баба евіні көстерді. Мерақлысы шында ки, оның қомшысы Совет бірлігінің қараманы Абдраим Решидов олған еді. Біз мұнда отырайдық. Пенжерелеріміз қабағы бар еді. Анам қопқадан су тұр еді. Самолет келіп башлайды Ақярын бомбаламаға, қопқаларын су атылып кетеді. Евіміз бешіктайын салланайды. Топені шкатуркалары сынып түшеді. Ана өлек күнде яшадық. Ақяр алғанша 6 ай бізді бомбаладылар. Evimizin togereginde 7 tane akop var idi. Akopқа düşeydik samolyot kese. Saklanaydık samolyot bombaların taşlansın yavaş kaytaydı. Эльзара Гафаровның бабасы да Ақярны фашистлерден қорчалайды. О 7-8 деңіз флотының аскері олған еді. Эльзара ханым әр елі жеңте иштирак еткенлерге бағышланған абидесіне барып, гүлчемберлер қоймақта. Кача шоссенің янында да абиде ерлешмекте. Мұнда арбийлерінің 6 соядлары yazылмақта. Мамашайлыларының фікіріне көре бұл стеллада 37 қырым-татар арбийлерінің адларыны да эбеделештірмек керек. Мы обращаемся к руководству. Біз ерлі Ақяр акимиеті архив ветеранлар шурасына мұражатның бұлына Екінші Джан Женкинде іштирак еткен Қырым-татар аскерлерінің адларыны мермер абидеде эбеделештірмек керек. Бұндан да ғайры абиденің янында еміш тереклерден аллеясыны абыданлаштырмақ керек. Мен истередім ки менің балаларым, торынлар нен берабер мұнда келіп, Қырым-татар аскерлерінің адларыны білсін ве хатырласын. Шымды мамашайлылар ерлі акимиетіне бұ ақта мұражатнен бұланмаға істейлер. Женкте іштирак еткен арбийлерінің адлары первасыз қалмасын деп жедвелге көрсетілежек. Мамашайда яшаған яда бұ инсанларыны білгенлер жедвелге деңішмелеріні көрсетмек үшін Рифат Ибраимовға телефон ашмақ кереклер. Телефон номерасы экранда. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Украина акимиеті девлеті ең бұйық шақси банкны девлетлештірмеге қарар алды. Оның истедарларындан бірі Игорь Коломойский ола. Эндіден приват банкның 100% акциясының сайбы малия назирлігі олacak. Украина президенті Петр Порошенконың білдіргеніне көре, сонки 2 ел девамында шақси банкның елбашчылары кереклі кібі çalışмадылар ве банкның әрекетіні темин етмеділер. Бұнен берабер Петр Порошенко қайдетті ки банкның іші тоқтатылмасы доғрудан-доғры бұтын Украинаның банк системасыны бозажақ. Оз невбетінде мутехасыслар банкның девлетлештірілмесінен Украинада малия вазиеті кергілешежегі ақта қайдетелер.
Кырымда Русия Федераль Хавсызлық идаресінің хадимлері Иленне зарет ноқталарыны тешкеру нәтижесінде экі Украин гражданы яқаланды. Олар инсанны экі кере өлдіргені ве қырсызлық үшін федераль қыдырмасында бұлыналар. Бұқта идаренің матбуат қызметі қайдете. Яқаланғанлар полиция хадимлеріне теслим етілген еді. Бүгін Исмаил Гаспринский адлы Қырым татар китапханеде Сияр Муртазаевның 90 елығына бағышланған қатыр ақшамы кечті. Сияр Муртазаев милли әрекетінің иштиракчысы. Қырым татар тілі ақында мақалелерінің муэллифі, ватан первер оз тіліні теренден білген ве оқымыш инсандыр. О китапханенің яқын досту ве әр заманки оқуйжысы еді. Надир китаплар эльязма ве архив материаллар бөлігінде 2002 сенесі Сияр Муртазаев адына фонд açılған. 2004 сенесі Сияр Муртазаев китапхане фондына қиметлі китаплар бағышлады. Андай Сияр бейнің ишве фалиетінің весиқалары, мақалелер, очерклер ве дружба народов, крымский комсомолец, смена, Правда Востока кыбы газета ве мечмалардаки оның интервьюлары да бар. Бала ижадының байрамы кеченлері Медениет профсоюз эвінде бала театры темашасы өткерілді. О милли медени мұқтариетлерінің баларына бағышланды. Тедбір Қырым әвлетларыны бірлештірмек үшін өткерілді. Бұқта бізім небеті келев қамызда. Темаша Қырым, Русия ве бұтын дүния балары чешет милетлі, чешет дин векілеріні бірлештірмек үшін тешкіл етілді. Тедбір тешкілетлары халқлар дослық әві ве милетлер араби сүргін етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитеті олды. Қырымда чоқ истидатлы балалар бар ве олар бұл ақшам шер шырақларыны яқтылар. Дей халқлар дослық әвінің мудир муавины Лариса Сакирская. Участники всех наших мероприятий, которые мы проводим. Біз өткерген эпісі мерасимлерінің іштиракчилері бүгін әркезге ос истидатларыны көстережек. Олар белли йылдызлар олмаға арзу етейлер. Ве бүгін олар йылдызлар оларақ шер чырақларыны яқтылар. Саралаштырмада чешет ансамбльлерінің балалары иштирак етті. Олар арасында Верховна звезде адлы театро студиясы, феерия ве шаг вперед адлы ойын тақымлары ве музыкальные созвездия серлевалы вокаль ансамблі. Сейчас дети не знают, чем им заняться. Шымды балалар тек немен оғрашмайлар. Бұл балалар әр вақыт межгуллер. Оларның телефоннен ойнамаға, мультфильм бақмаға вақытлары жоқ. Олар әр вақыт репетиция япалар. Нәтижесі бөйле гүзел темаша олып чықа. Мерасимде яш ойынчылар, ержилар ве шиыр оқучылары да иштирак етті. 8 яшлы Мария Тавмисян гүзел шиырлер оқый. О концертте бақшашыны элде етті. Қызчы қайтқанына көре кележегіні о телевидение саасынен бағламақ істей. Алып бары жолып, оғыз яныны тешкіл етмеге арзу етем. Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом тленном мире. И если что не так, смирись. Ты будь умнее. Улыбнись, холодной думай головой, ведь в мире все закономерно, и зло излучено тобой, к тебе вернется непременно. Тешкилетчилар кайдеттилер ки яны ел арфесінде мерасимлер девам етежек. Якын вақытта эки яны еллық елка дружбы серлевалы концерт олачақ. Анда кенеде милли медени мұқтаретлерінің балалары иштирак етежек. Гульнара Каримова, Дем Исмаилов, Милет үшін. Да бір бала ижадының мерасимы Жанкой районында олып кечті. Мир в радуге культур Бутун Русия милли фестивалі Қырым ве Русияның диге районларындан ең яқшы ижади тақымларыны бірлештірді. Иштиракчилер экі номинацияда чықышта болундылар. Яңы йыллық масалар ве ойын чықышлары. Бала истидатының бойле масштаб программасы Жанкой районында бірінші кере кечірілі. Чешет яшлы балаларының чығышлары бір санада чешет миллетлерінің медениетлері акс етті. Бірінші номинацияда чығышта бұлынған артистлер яны елінің мевзусына бағышланған саналаштырмаларыны тақдим етмек керек еділер. Ен яқшы артист унваны қазанмақ үшін бір хач ижады тақым көрешті. С песнями и плясками, чтобы здесь под Новый год стать под елкой хоровод. Всем, кто пришел и кто уже здесь. Bundan da gayrı ballar için numaralar ile çıkışta bulundular. Her biri millet öz oyunu nümayiş etti.
Bundan da gayrı mында ustalarının ameli süslü sanat sergilerini ziyaret etmege mümkün oldu. Tedbir teşkilatçısı Yulia Litovka bildirdi ki bu gibi merasim rayonunda ilk kere geçirili. Jankoy halkı pek faal, bunun için teşkilatga çok vakit gerek olmadı. Понимаете, в преддверии новогодних. Білесіз, bizim rayonumuz pek faal çeşit türlü yarışlarda iştirak etti. Bu festivalga biz ciddi hazırlık gördük. Festivalde iştirak etmek için Kırım ve Rusya takımları davet edildiler. Vilen Usinov oyun ile 11 yıl uğraşa. Ahmeti şehrinden kelip festivalde oyunu taşıdı. Ayta ki oyun vasıtasıyla halkının medeniyeti açıla. Oyun vasıtasıyla biz öz duygularımızı gösteremiz. Men Nesil ansamblinde oynağınım için pek gururlanam. Koreograf baletmeister Nesil takımının reberi Ernest Pırtıkov festivalge öz terbiyecilerini getirdi. Ayta ki balar memnuniyeten öyle merasimlerde çıkışta bulunalar. Nesil ansambl 3 yıl devamında faaliyet göstermekte ama balar yaxşı oyunlarını numayiş etti. У меня опыт работы с детьми уже есть. Menin tecrübem pek balaban, onun için mana balalarının uğraşmağa kıyın değil. Festivalge Hurman rayonundan Elmas ansambli da geldi. Afize Abdulcemilova oyununun 4 yıl uğraşa. Gelecekte öz hayatını bu sanat çeşitinden bağlamak istey. Men bu tedbirde milli ananelerini ve öz halkını takdim etmek için geldim. En güzel iştirakçiler mükafatlar ve fahri yarılıklar ile takdirlendiler. Teşkilatçılar eminler bu gibi merasimler her yıl geçirilecek ve gelecekte anevi olur. Muhammed Zikiriyev, İbrahim Ganiyev, millet için. Bizge 2017 sene yakınlaşa, yanı yılga hazırlıklar da başlandı. Şehir merkezlerinde naratlar donatılan bayramga hazırlıklar bizim millet telekanalımızda da başlandı. Yanı yıl bayramlar arifesinde yılbaşçılar tarafından yanı takvim serlevalı yanı leyha yaratıldı. Telekanal en yakşı oyun, vokal takımlarını ve Kırım'nın en yakşı yercilerini topladı. Tafsilatlıca bizim muhbirimiz Gulnara Karimova bile. Yanı yıl bayramının arifesinde millet telekanalımız Kırım'ın belli insanlarını topladı. Artistler mında yanı takvim adlı leyhada iştirak etmek için geldiler. Bu telekanal ile yapılgan ikinci yanı yıllık leyhadır. Millet telekanalının general müdür muavini Susana Halilovanın sözlerine göre telekanal takımı yanı yıl bayramını unutulmaz ve meraklı yapmağa tırışam. Bizler dekabr 31 gecesini vatandaşlarımızga millet teлеканалы ile geçirmege teklif etemiz. Yani şu gecede vatandaşlarımız bizim efirimizde halkımızın en belli ve meşhur artistlerini görerler. Uların icrasında milletimizin arasında endi sevilgen halk yerlerini, oyuncularımızın icrasında milli oyunlarımızı seyredebilirler. Dekabr 31 gecesini millet teлеканалы ile geçiriniz. Konser programı çerçevesinde teleseyirciler için efsanevi haytarma ansambli çıkışta bulunacak. Sevimli artistler bütün senege pozitif duygularını bağışlayacaklar. Ansambl haytarmanın kısmet çıktı. Millet kanalımızga gelmege. Bir-iki tane yer olacak oyunlarımız göstereceğimiz yanı yıllık bayramlık. Konsertte iştirak etmek için diğer takımlar da geldiler. Yıldızlar adlı oyun takımı ağırava ve haytarma oyununu icra ettiler. Bugün biz Yıldızlar ansamblimizden çıkışta bulunduk. Men belesem, seyircilerimizge bizim çıkışımızı beğenirler. Ve bütün Kırımlılarını gelecek yanı yıl bayramımızdan hayırlayımız. Konsertin iştirakçileri büyük istekle Kırım'ın epsi sakinlerini gelecek yanı yıl ile hayırladılar ve en samimi tileklerini bağışladılar. Bizim halkımızga, bütün Kırımga yanı yıl gecesi tılsımlı duygular ile dolu olsun. Herkes için gelecek sene çoktan çok tebessümler ve baht getirsin. Her bir insan öz işine istek ve heves ile katlasın. Bizim teleseyircilerimizge baxt, huvanç, uzak umur dileyim. Öz milletimni pek sevem ve sizge oyunlarımni bağışlayım. Yanı yılınız hayırlı olsun. Ben tileklerim her vakit halkımız sağ olsun, birlik olsun. Her bir ayrı horantalarda amanlık, sağlık olsun, sabır olsun. Biz buna Kırım'da yaşayımız ve böyle umutnen yaşayımız demek hepimiz bunda toplanıp Kırım'da birlik olup gür yaşarmız.
иншалла. Бунда гайры милет телеканалы да çok сюрпризлер азырлай. Оларын эпісіні байрам күнлері сейір етмек мүмкін. Яны ел тәтелілері біздің телеканалымызда парлақ вет текрарланмас олacak. Гүлнара Каримова, Эдем Исмаилов, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Тешебюз жема тешкіляты істегенлеріні Қырымда яқылған көйлерінің хатырасына тешкіл олынған тедбірде иштирак етмеге чағыра. Мерасим 2016 сенесі декабрінің 21 күні Қырым татар медени тарихи мирас музейінде өткерілежек. Тәфсилатлы мәліматны экранларыңызда көрген телефон номері бойынша бағланып алмаға мүмкін. Бөлелікнен ейніміз соңына етті шымділік болған мәліматларымыз еді. Саат 20:30-да Асан Абибулаев иле хаберлер информацион ейнінің рус тіліндегі жықышыны қачырманыз. Evlerinizde daima тынчылық ве аманлық олсын. Эфирде көршмек үзре, сақлықнен қалыңыз.